Ұлыстың ұлы күні. 14 наурыз көрісу күні. Жұртшылық қыстан аман шығып, бір-бірінен амандық сұрап қол алысып көрсет. 15 наурыз шежіре күні. Үлкен буын жастарға отбасының, елдің және өлкенің тарихын ұлықтай. 16 наурыз жайлау күні. Табиғат аясында серуендеу, қоршаған ортаны қоқыстан тазарту, тал егу. 17 наурыз дархандық күні. Игі істер атқару, қайырымдылық жасау, волонтерлыққа ұмтылу. 18 наурыз шымырлық пен шеберлік күні. Ұлттық ойындар ойнатылып, қол өнер шеберлікке дәріптеу. 19 наурыз зияткерлік күні. Балалардың ақыл ойын дамытуға арналған және білімге құштарлығын оятатын шаралар ұйымдастырылады. 20 наурыз жоралғы күні. Отбасылық дәстүрлер мен әдеттер ғұрыптар насихатталады. 21 наурыз ұлттық тағамдар күні. Ұлттық ас мәзірін насихаттау. 22 наурыз бұқара күні. Наурыз мерекесін ағаймен бірге атап өту күні. Көктемгі күн мен түннің теңесу күні. Жаңа өмірдің басталуы және жаңару мерекесі.